Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Теплострой компаниясы. Бүгінгі күндеріңіз қалай? Шуақытыда сәтті басталуда деп ойлаймын, бәріне сәттілік тілеймін. Енді мына Теплострой компаниясы бүгін кішігірім пайдалы кеңес айдары қылып өзіміз өткізудеміз. Қазір мынау алдағы келесі объектімізге жол тарттық. Құдай қаласа, эковата материалын құйып жатыр екен бригадиріміз. Сол объектіге барып, яғни көріп, мынау халықтың көкейінде жүрген сұрақтарға да бір жауап бере кетейік деп, тек эковата ғана емес, пенобетон болсын, ППУ, пенополиуретан, эковата болсын, сол жағынан кішігірім сұрақ жауап ретінде пайдалы кеңес айдар деп сіздер үшін кешегі айтқан біздегі сентябрьский дошкольный образование алдын ала не дейді, скидка дейді ғой, жеңілдіктер, соған үлгердіңіздер ма? 10% жеңілдіктер, 15% жеңілдіктер. Соған бүгін мына пайдалы кеңес айдар жүргізе отырып, тағы да өз атымнан дайын тұрған, шатырлары дайын болып қойған, жалпы теплоизоляция, утеплениеге үйлері дайын болып қойған кісілерге тағы да сол скидканы жалғастырып берудеміз. Бүгінгі 6-сы дүйсенбі екен. Жалпы дүйсенбі понедельник тяжелый день дейді ғой. Біз үшін тяжелый емес. Бекзат қалай өтатыр біз үшін? Жақсы басталды ғой бастамасы. Ал енді ереке алғашқы сұрақтардың бірі біздің клиенттеріміздің көп қойылатын сұрағы, яғни сапа жайлы. Басқа компаниялар, біздің компаниялар қалай сапаға жұмыс жасайды, сол жайлы айтып кетсеңіз. Өте орынды сұрақ. Действительно көбісінің көкейінде жүрген сұрақ қой енді. Біріншіден өз ойым, жалпы Теплострой компаниясы жайлы айта кететін болсам, мысалы тұтынушыларымызда қазір құдайға шүкір берекесін берсін, өзіміздің постоянный клиенттеріміз, повторный заказ деген сыремдегі да Бекзат. Мысалы сол повторный заказ бір құйған үй статистикамен алатын болса, мысалы былтыр арғы жылға құйдыртқан кісілер сол былтыр повторный заказ деген көбеюде. Ол деген нем білдіреді? Мысалы азамат былай айтайын, ол деген повторный заказ 3-4 жыл бұрын құйдыртқан кісілер, ол қайтып іздеп бізге құйдыртып жатқан, пристройка қосып или жаңадан қарындастарына, әпкелеріне, ағаларына үй соғып жатырмын, баяғыда құйдыртқан едім деп скидка беріңізші деп кеп құйдыртып жатқан. Ол ең басты бізге сенім арту дейді оны. Мысалы повторный заказ сенім арту. Тек сенім ғана емес, енді мынандайда сапа. Сол сапаға байланысты өздеріңіз білесіздер, 4,5-5 жыл уақыт өтті біздің ашылғанымызға. Міне, құдайға шүкір, 1000-нан аса клиенттердің үйіне құйып жатырмыз. Сол сапаға байланысты менің айтарым, мысалы, әр қазағым жалғызым ғой. Мысалы, өзінің үйін, біреулер бар енді өмірде енді бірінші рет соғып жатыр үйін. Мен де болсам, мысалы, өзің де болсаң, сапаны қалайсың? Кез келген адам сапаны қалайды өзіне. Ал енді ереке тағы көп қойылатын сұрақтардың бірі, біздің услугамызды алу үшін тұтынушылардан не керек? Не дайындап қойды? Жалпы, мысалы, пенобетонға келетін болсақ, пенобетонда қазір көпшілігіне айтам, мынау кругляк болсын, кругляк емес, страйпила 5-ке 20-лық, 5-ке 15-тік страйпила қойса болады. Мысалы, бюджетный, экономичный вариантын айтып жатырмын да жалпы. Енді мына жерде холл деген, қазір енді мысалы бөлмелер зал болсын, холл болсын, мысалы мына ені 7-ге 5,5, 7-ге 5 дейді. Үлкен соған ол страйпила 5-ке 20 қалай болады деп сомнение болады енді. Күдік, ол көтере ма, нагрузка, қаншалықты нагрузка түседі пенобетонға деп. Мен айта кететін 5,5 метрге құйғанбыз, 15 сантиметр пенобетонымызды. Ені 7,5-ға 5,5 залма сондай. Соған 5-ке 20 страйпила қойған, араларын бір 60-70-тен қойған, примерно 60-70-тен қойылған. Соған біз құйғанбыз өзіміздің пенобетонымызды. Яғни
сол кезде ешқандай астынан упорка берейін ба дейді, упорка да қажет жоқ. Иілу салмағы ол D200 марка дұрыс технологияда құйылатын болса 18-20 килограмм болады, ары кетсе. Эковатаға қазір көресіздер өздеріңіз, міне келдік өзіміздің объектіге. Қазір көресіздер қалай дайындалған, қалай. Одан кейін бір айта кететін сіздерге менеджерлеріміз мынау Шымкент қаласы бойынша Беловод болсын, мынау жақын Шұбарсу, Темірланға бара береді. Келген кезде мынандай өзіміздің бланкымыз бар, толтырып жүрсіздер ме? Мысалы, мына жерде наименование услуга, эковата болса эковата, пенобетон, квадрат, толщина, цена и өздеріңіздің я согласен қол қойып қоясыздар. Яғни сол бүгінгі скидочный жақсы жеңілдікке осындай бланкмен барып сіздерге менеджерлеріміз осындайды талап етіңіздер. Тұтынушылар осы бланкыны теплострой печатымен талап етіңіздер. Не үшін талап етіңіздер деп жатырмын? Өткенде бір естідім, сен айттың ба? Біз де теплостроймыз деп айтып қойған екен. Біз теплостройдан кеп тұрмыз деп, сөйтсе брендированный формасы жоқ, бланкі жоқ, гражданский обычный формамен келіп, біз теплостройдан кеп тұрмыз деп. Ол деген яттырлық негізі, дұрыс емес нәрсе да. Міне, сіздер талап етіңіздер мынандай бланкыны. Либо формасына қараңыздар, либо машинаның артында брендировка болу керек. Артқы лобовойында. Мынау келіп жеттік бағанағы өзіміздің объектіге, эковатаға дайындалып жатыр екен. Мына жерде мынау көре кетсеңіздер, мына асты мысалы мына жерде времянка, мына жерде гараж, баня, соған астын дайындағанын түсіндіре көрсете кетсем, аралары міне, яғни 200 сантиметрден қатты ашық болмау керек. И мынау кругляк балкыны өздеріңіз көріп тұрғандай ак дегенді. Бұл яғни обработка бағанағы огневая защита деген сияқты обработка түрлері бар, но ак бағанағы. Бұл құрт құмырсқа, сондай жоламаш үшін, отқа жанбас үшін осылай дайындалады. Бұл жерде жаңадан солып атқан здание болғандықтан пароизоляция мембрана төселіп жатыр. Қысқаша айта кететін, мынау эковата мен пенобетонның айырмашылығы, разница не? Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс деп көпшілігінен көкейіндегі сұрақ, мен сол сұраққа жауап беретін болсам, эковата мен пенобетонның айырмашылығы ол екеуінде жылу ұстау қасиеті бір. Яғни теплопроводный расчет наоборот 0,04 эковатада, пенобетонда 0,05 теплопроводный расчет. Біз зерттеген сол екеуі жылу ұстағыш қасиеті бір. Яғни жазда ыстық өткізбейді, қыста суық өткізбейді. Ал енді пенобетонның процесс заливка құйылған соң қатып қалады, как монолитный заливка. Адам үстінен жүре беруге болады. Яғни жүргенде де 120-130 килограммға дейін жүре береді. Біз пенобетон құйып беріп, көпшілігі шатастырады. Сіздер қатты андай үгітіліп жатыр, беті крошкасы майда трещиналар пайда болып жатыр дейді. Біз пенобетон құйып береміз шатырға. Ол шатырға біз стяжка деп гарантия бермейміз. Либо монолитный плита перекрытия деп гарантия бермейміз. Біз пенобетонымызды сіздерге жылу ұстау, жылу оқшаулағыш дұрыс технологияда айта кеткендей, жылуды дұрыс ұстау үшін құйып береміз пенобетонға. Көпшілігі түсінбейді сол. Онша-мұнша мысалы үгітіліп жатыр дейді. Үгітілгенде біз гарантия береміз. Адам үстіне спокойно жүрген кезде усадка болмаса, аяқ кіріп кетпесе, яғни сол ғана. Ал енді эковатаға келетін болсақ, адам үстінен жүре алмайды, сол ғана. Эковата мен пенобетон айырмасы, разницасы. Эковатада адам үстінен жүре алмайды, плотность жоқ. Пенобетонда адам үстінен жүре алады. Жылу қасиетіне келетін болсақ, теплопроводный расчет екеуінде яғни бір. Ал енді достар, осымен біздің жүзген блогымыз тамам болды. Егерде өз сұрақтарыңызға жауап алсаңыздар, төменге лайк басып, комментарий ұмытып қалып кетіңіздер. Келесі влогты күтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.